Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Инстаграмда хит болып жүрген керемет самсалардың бірі тюльпан самсаның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады және дастархандарыңыздың көркін ашатын болады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар, сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстіне 82% майымызды қосып, қолымызбен жақсылап біріктіріп, майдалап, ұсақтап, крошкалап жасап алатын боламыз. Құрамындағы заттарын описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде ұнымыз бен майымыз бір-біріне араласып сіңуі қажет. Сонда бізде осындай ұсақтар пайда болатын болады. Барлығын мінекей ұсақтап крошка жасап алдық. Енді ас содасына уксусты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай масса болады. Енді осы массаны қаймаққа салатын боламыз. Және оның үстіне тұзымызды саламыз татымына қарай. Бір жұмыртқамызды салып, қаймақты, осы тұзымызды және жаңағы уксус пен ас содасын, жұмыртқа барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді осы араластырып алған массамызды жаңағы крошканың үстіне қосып, басында осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Кейіннен қолымызбен араластырып, жұмсақ қылып қамырымызды илейтін боламыз. Оның мөлшерін описанияға жазып қалдырамын. Ол жерден артық қоспаңыздар, бізде қамырымыз қолға жабысатын жұмсақ қамыры болғаны дұрыс. Мінекей осындай қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырымызды майчкаға салып, холодильникке бір 30 минут шамасында салып алатын боламыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындайтын боламыз. Фаршымызды алдын ала осылай дайындап алып, үстіне ұсақтап пиязымызды саламыз, оның үстіне картопты саламыз. Картопты да осылай ұсақтап аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша асқабақ қоссаңыздар да болады. Үстіне тұзымызды, қара бұрышты және кез келген приправаны және құрғақ болмас үшін кішкене сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Қасықпен немесе қолдың көмегімен жақсылап мыжғылап араластырыңыздар. Сол кезде біздің массамыз бір-біріне тұзы сіңіп, осылай дайын болады. Енді қамырымызды аламыз, холодильникте мінекей дайын болды. Енді қамырымызды теңдей етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Шамамен таразымен өлшеп, мен 40-45 грамдай қылып өлшеп алдым. Сол кезде барлығы біркелкі әдемі болып шығатын болады. Дастарханның да көркін ашады. Қолмен бөліп алсаңыздар да болады, немесе осылай таразыға өлшеп алсаңыздар болады. Енді өлшеп алынған қамырларымызды қолдың көмегімен домалақ қылып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, кез келген формаға ыңғайлы, ешқандай ұн себуді қажет етпейді, және немесе сұйық май жағуды қажет етпейді. Барлығын осылай қолымызбен домалақтап, форма қылып жасап аламыз. Жасап болған формаларымызды осылай оқтаудың көмегімен барынша жұқа қылып жаямыз. Енді самсамызды түйетін боламыз. Пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай осылай ортасынан кесеміз және начинкамызды салып, дәл видеодағыдай қамырымызды айналдыра отырып, осылай орап алатын боламыз. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Және де түбін осылай видеодағыдай жақсылап түйеміз. Себебі біздің начинкамыз ашылып, ішінен шығып кетпеу үшін жақсылап түйіп алыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да қайталап көрсетейін. Жайып аламыз, орташа қылып жаямыз, жұқалау қылып. Енді үстіне начинкамызды салып, дәл видеодағыдай орап шығатын боламыз. Басында жасалуы қиын болғанмен, кейіннен қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міндетті түрде түбін жақсылап түйеміз дәл видеодағыдай. Сол кезде начинкамыз шығып кетпейтін болады. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдырып және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Алдағы уақытта көптеген алуан түрлі рецепттерді ұсынатын боламын. Мінекей достар, осымен біздің самсаларымыз дайын. Енді самсаның үстін міндетті түрде жұмыртқаның сарысын
жағып шығатын боламыз. Сол кезде біздің самсаларымыз жылтырап әдемі көрінетін болады. Противеньге жайғастырып, енді қалауларыңыз бойынша бетіне күнжіт сеуіп сәндесеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша пешімізді алдын ала қыздырып алып 180 градуста қызарып піскенше салып алатын боламыз. Мінекей достар, осы аралықта біздің самсаларымыз пісті. Өте дәмді, керемет болады. Дастарханның көркін ашады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Үгітіліп ауызда еритін болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.